Сәлем баршаңызға, бүгін үй жағдайында KFC дайындаймыз. Бізге керектілер: тауық сирақтары, приправалар, оливковое масло, лимон, чеснок, су. Ең бірінші маринадын жасаймыз. Оған паприка, қызыл бұрыш мен азғантай саламын. Өйткені әркім өз қалауынша салады. Негізі ашы болып кетпес үшін. Сосын базилик салам. Оливковое масло мен 3 үлкен қасықпен саламын. Сосын суымызды құямыз. Чеснокпен бірге 700 мл су менде. Енді маринадтың үстіне тауықтың сирақтарын саламыз. Ең соңында тұз себеміз, қалауыңызша. Соңында лимонды сығып, сөлін құятын боламыз. Енді маринадымыз дайын болды. Бетін жауып, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қоямыз. Маринадымыз дайын болды. Енді оның біз клярын жасаймыз. Оған 2 жұмыртқа, сосын овсяной ұн керек. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізге осындай таяқша керек болады. Бірінші маринадталған тауық сирақтарымызды клярға аунатып, мен де овсяной ұн деп айттым ғой. Оның орнына сіздерде кукурузный хлопья алуға болады, 5 сақыр. Овсяной ұн мен жұмыртқа екеуін кезек орай отыра ағашымызға тізбектеп жинаймыз. Енді кепсемізді пешке жібереміз. Осымен біздің үй жағдайындағы қытырлақ кепсеміз дайын болды. Барлығыңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.